Балаңды аясаң. Балаңды аясаң, аяма деген қазақта керемет өнегелі сөз бар. Астарын түсінген адамға мағынасы зор. Әкеңнің сұсынан қорқып өскен заманның балаларымыз. Сол уақытта әкелеріміз бізге қатты еміренбейтіндей еді. Негізі, бала тәрбиесінің құпия сыры да осы тұста секілді. Сико досым айтпақшы, отбасында үйелмелі-сүйелмелі шеттей бала шағамыз. Үйде бәріміздің өз міндетіміз бар. Інім екеуміздің бар жұмысымыз бір шақырым жерден флягпен су тасып, үйдегі бар ыдысты суға толтырып қою. Әкеміз сұсты, қатал адам. Заводта түнгі ауысымда істеп, таң ата келеді. Ойын баласымыз. Бауырым екеуміз бір күні су тасуды ұмытып кетіппіз. Түн ауа әкем жұмыстан келген. Жуынайын десе, бар ыдыстың ішінде су жоқ, қақсып тұр. Әкем жаймен келіп, ұрысқан жоқ, ұрған жоқ, бізді оятты. Інім екеуміз көзімізді тырнап ашып, телешкімізді сүйретіп, суға тайдық. Содан кейін екеуміз су толтырмай жатпайтын болдық. Сөйтсек әкем жарықтық бізге өмірлік сабақ беріп кетіпті. Түн баласы екен деп бізді аяғанда жоқ. Жасым бүгінде 40-тың 40-асына асты. Жауапкершілікке алған жұмысты бітірмей жаным тыным таппайды дейді досым. Сол айтпақшы, бала күнімізде бұғанамыз қатпаса да, бұзаудың астын тазалау, қой бағу, шөп ору, отын бұтау сынды мойнымызда жүк болатын. Баланы есейтетін жасы емес, жауапкершілік екен. Жастайынан мойны жауапкершілік жүкте алған бала ісіне мығым, отбасына қамқор, құрған шаңырағын шайқалтпайтын отағасы болып қалыптасатынына көзім жетті. Бүгінде біз бала-шағамызды үп еткен желден қорғаймыз. Өзім көрген қиындықты сен көрме деп барды алдына тосамыз. Сұрағанын алып береміз, бірақ жауапкершілік артпаймыз. Бүгінгі жастардың басым көпшілігінің бор кемік, бос белбеу болып өсіп жатқандығы да жауапкершіліктің артылмағанынан болар. Үмітіңнің шырағы, балаңды аясаң, аяма ағайын.